Үшінші мегаполистің энергетика саласын дамыту бағытындағы 220-110-10 киловатт Бозарық қосалқы станциясының құрылысы аяқталуға таяды. Қолдан қолға өтіп, талай қаржысы қолды болған станцияның жұмысын алматылық компания Aurora Construction аяқтамақшы. Жобаның жалпы құны 7,9 миллиард теңге. 110-нан Астана 1, Астана 2, Нұрсат и М1 и проектируем подстанция ынтымақ, қазір проектіде экспертизада жатыр. Мынаның секциясынан мынаған аламыз келешекте. Қазіргі таңда нысанның автотрансформатор сияқты бірқатар құрал жабдықтарын орнату жұмыстары аяқталған. Құрылысқа қажетті құрал жабдықтар толығымен жеткізілген. Мердігер мекеме басшылары құрылысы тамыз айында аяқтауды жоспарлап отыр. Ең басты мына жерде кегокпен шешілмеген, кешеде шешілді, бәрі керек. Вот просто работа не хочу. А мына жердегі воздушный линияда қалғандары жаңағы опордың астындағы оболовка жасау, оны да бітіреді. Так что бүкіл линияда цельность бар, бүкіл запчастары келді. Естеріңізге салар болсақ, Бозарық қосалқы станциясының құрылысы осыдан 5 жыл бұрын басталған. Сол кездегі жобалық құны 5 миллиард 400 миллион теңге. Түрлі себептермен алғашқы мердігерлер өз міндетін аяғына дейін жеткізбеді.